Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің тікелей эфиріміздің қонағы актер және авиценна КВН құрамасының меңгерушісі Мамырбекұлы Ұлан. Приправалар қосып, тұз бітер. Мына жер деген кезде қайтадан келіп қайықпен бір авиценна құрамасын қайтадан эфирге алып шығу. Асын үфірмесең жанбайды ол. Сол сияқты әдемі бір самауырның асын үфіруге келді авиценна. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің тікелей эфиріміздің қонағы актер және де авиценна КВН құрамасының меңгерушісі Мамырбекұлы Ұлан. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Және де құрметті көрермендер, сіздер өздеріңіз сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Біз өзіміздің кішігірім сұхбатымыздан кейін сіздердің де сұрақтарыңызға жауап қайтарамыз. Және де Ұлан аға, өзіңіз жайлы кішігірім айта кетсеңіз. Мен бағана өзің толық айтқандай аты жөнімді есімім Мықтыбек Ұлан Мамырбекұлы. 1997 жылы Шымкент қаласында дүниеге келгем. Өзім әкем өнер адамы, сондықтан да көбісі жайдарманшы, КВН-ші ретінде танып жатады. Сондықтан да кішкентай кезімнен осы КВН болсын, сахна болсын, театр болсын, жалпы соған армандап суретші боламын деп ойладым біріншісінде ше негізі. Суретші болғанда да қалай сурет сала бастайсың ғой, кішкентай кезінен бастап. Сол кезде мен адамның суретін салмайтын тұғым, немесе таудың, үйшіктің бір суреттерін салатасың ғой кішкентай кезінде. Мен сахнаның суретін салатын тұғым, декорация яғни. Декорация болады кәдімгі. Керемет екен өзі. Декорация, микрофон, жаңа Бауыржан шоудың, Шаншардың декорацияларын салып, содан мен жаңағыда рахаттанатын тұғым, сол нәрсе. Шабыттанатын өзі. Мінезім бір қалыпты, шлиқатты КВН-дегідей сахнадағыдай деп қалған емес, сәл салмақтырақ. Өмірде енді барынша көбісі ойлап жатыр. Сен серьезный екенсің ғой, өмірде сахнада сөйлемейтін ғой деп. Негізі шыны керек, мен дайындықта да басқамын. Дайындықта көбінесе мына байдың балалары деген әуелі, одан кейін сол байдың балалары жайдарман тобының капитаны Нұрым Досболов және қасымдағы әріптес жолдастарымның қасында біз бірге өстік, бірге жетілдік. Соның нәтижесінде мен бүгінгі таңда авиценна көпсалалы медицина колледжінде КВН меңгерушісі ретінде жұмысқа тұрдым. Яғни медицинаға ешқандай қатысы жоқ, дегенмен де осындағы авиценнаға келген бойында таланты бар жандар болуы мүмкін. Авиценнада кезінде қаншама командалар өнер көрсетті. Қуатжан Базарбаев атты ағамыз осы жерде мұғалім болып тышыдан сабақ берген білеміз. Солардың ізін жалғап жүрген актер, көңілді ұланмын. Өте керемет аға. Үйдегі ұлан қандай деп Осы карантин деп отыр қазір, коронавирус деп отыр, жан-жақта ауырған жоқсыз ба? Жоқ. Сіз қысқаша нұсқа жоқ дей салдыңыз ғой. Кішкене созып, кішкене олай қызықтырып айтып. Ұзақ жауап берейін. Жоқ. Енді әрине аз деп отырмыз. Біріншіден прямой эфирімізге қазір қосылып жатқан барша біздің студенттерге, авиценна аккаунтының барша оқырмандарына сәлем деп қоямыз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін 21 ғасыр. 21 ғасыр. 21-і. Көрдің ғой, сол сияқты. 21-ден 21 кеткен кезде тілек армандарыңызды айтып қалыңыздар. Ондай нәрсе сенбеңіздер. Барлық нәрсені бірінші Құдайдан сұрау керек қой негізінде. Дұрыс айтасыз. Бір күні біреу намаз оқиды екен да. Күндіз түні жаңа Құдайға құлшылық жасайды, намаз оқиды. Бірақ жұмыс істемейді екен. Неге? Тек намаз оқи береді де, туылғаннан бастап Құранды жаттаған, намаз, арабшаны неғып алған. Бірақ жұмыс істеп, бала-шағасын асырау деген ойда жоқ, тек қана жаңағы намаз оқып құлшылық жасай береді. Бір күні ауылда су тасқыны болыпты. Сөйтіп су тізесінен келген ғой. Сол кезде бір бауыр келіп қайықпен, документтерімді алып жүр, ауылдың бәрі қайтып жатыр, басқа жаққа көшейік жүр десе, жоқ. Мен қанша жыл намаз оқыған адаммын, Құдайға құлшылық жасаған адаммын. Мен Құдай өзі құтқарады. Құдай құтқарады. Құдай ойнамасай сен Құдай. Мен сол кісіге қанша елдім. Құдай құтқарады деп. Мынау қуады екен, кет қапты қайықпен. Сөйтіп су беліне келген кезде тағы бір көршісі келіпті қайықпен. Бала шағаңды алып документті алып жүрсе, анаяқта су тағы келатыр дейді. Қайтайық жүр деп.
жоқ Қоймайды. Құдай құтқарады. Қанша жыл намаз оқымын. Ойламасаң Құдаймен. Дұрыс қой. Ты жүрсің. Иә, ол да дұрыс. Сөйтеді да, мына қуадығым кетіп қалады. Су мына жерге келген кезде қайтадан келіп қайықпен бір үшіп жүреді. Жүрсең өлесің ғой сорлау. Документтерінде жоқ, мен Құдай құтқарады, дарабек, мен Құдай өзі көмектеседі маған. Мен қанша жыл намаз оқығанмын ғой мен деп. Мына қуадығымды кетіп қалады қайықмен. Су басынан асып кетіп өледі ана бейшара. О дүниеге барады. О дүниеге барады ғой енді. Сонымен Құдайдың алдына кіріп таныстарды салып жүріп айта бер. Я кел депті. Құдайға осы мен сізге қанша жыл намаз оқыдым, иілдім, құлшылығыңызды жасадым. Енді ауылда су тасқыны болған кезде төбеңізді көрсетпедіңіз ғой, құтқармадыңыз ғой деп. Сөйтсе Құдай айтты, мен саған 3 рет қайық жібердім. 3 рет қайық жібердім деді. Енді обязательно өзің барып сен судан суырып алуың керек па деген сияқты. Қазіргі заманда бір Құдайдан тіленген дұрыс әрине, бірақ әрекетке берекет дейді. Мынау карантин, вирус деп айтып қалдың. Адам талпынса бәрін жеңеді. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Құдай қаласа ол бір 100 жылда бір келетін індет деп жатады. Бұл індеттен де шығамыз. Қанша отбасыға ауыр тиді, қанша жұмысынан айырылды, сондықтан да алдағы өміріміз жақсы болса дейміз. Сол карантиннен ертелеп құтыламыз деп ойлаймын. Тілегіңізге рахмет, өте жақсы пікір көрсеттіңіз. Және де осы біздің Авиценна КВН құрамасымен қандай іс-шаралар жүргізіп жатсыз? Және де келе жатқан жағдайда қандай да іс-шаралар жасау тағы да ойыңызда бар? Қазіргі таңда енді Авиценнаға кіргендегі менің бірінші мақсатым КВН меңгерушісі болғаннан кейін осы жердегі талантты жастардың басын қосып, Бағзыдағы Авиценна құрамасын қайтадан эфирге алып шығу. Яғни Қуатжан ағамыз бастап кеткен жолды әрмен қарай осы жақтан команда жасақтап, өзің сияқты балдарды жинап, Авиценнаның атын шығару, Авиценнаның аты біз айтпасақ та Авиценнаның аты шығып қойған, бірақ дегенмен де неге біз ауыра береміз, неге біз не ала береміз, оданша көңілді тапқырлар клубына барып, Жайдарманға барып, КТА-ға барып, ой көрсетпеске. Тек жаңағы шыққан атынан одан ары шыға берейік деген. КТА-да да, Жайдарманда да әртүрлі мамандық иелері бар. Оларда таңдау жоқ. Үлкеніңді, жасыңда, кәріңде ойнай береді. Сен информатика келсің, сен актер емессің, сен КВН ойнамайсың деген түсінікті жою. Қазіргі таңда барлығы онлайн режимде, сондықтан да қазіргі өзімнің кастинг біршама жасадық. Осы Авиценна колледжінде біршама талант жастарды көрдік. Олармен қазір түбегейлі бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Оларға жаңағы сахна мәдениетін, сахна тілі дейді. Соның барлығын енді кез келген адам жан-жақты болу керек. Дарынсыз адам жоқ дейді ғой. Барлығы дарынды. 99% еңбек, 1% ғана талант дейді. Любой адамда сенде де талант бар, сондықтан да оны ұштай білетін адам керек. Самаурын бар ғой, самаурын. Самаурынды жаңағы жану үшін от саласың үстіне. От салып отырасың, жай тұтандырып. Асын үфірмесең жанбайды ол. Сол сияқты әдемі бір самаурынның асын үфіруге келдік Авиценнаға. Бір дәрігерліктен жаңа шыңына жетіп біреуді емдетіп көмектеспесек те әйтеуір әзілмен емдеу ғой. Күлкі терапиясы деп жатады ғой. Қазіргі жасалып жатқан жоспарлар, жасалып жатқан жұмыстар, олар біз Авиценна жайлы қысқа метражды фильмдер, алдағы уақытта үлкен толық метражды фильмдер түсіруіміз мүмкін. Қазір сол съемка барысындамыз, балдар дайындық жасалып жатыр. Енді алдағы уақытта біздің жоспар. Бізде көптеген мектептерден арнайы шақыртулар шақырып жатыр. Сол мектептерге барып, оқушылармен мотивациялық кездесу ұйымдастырамын. Жеке өзім барып, өз атыңызда. Осы агитация жүргіземін. Яғни Авиценна колледжіне келіңдер. Егер бойларында бір қандай да бір ұшқын талант болса, ол мысалға өнерге түскісі келеді, бірақ ата-анасы қарсылар болады. Болмайды. Сен дәрігер болуың керексің. Сен Авиценнаға түсіруің керек.
мысалға әке шешесінің айтқанынан асып бір жаққа бара алмайсың, сондықтан да олардың значит сенің бойыңда не бар екенін әке шешеңнен артық ешкім білмейді, сондықтан да сені осы жерге түсіріп отыр, дұрыс па? Ал сен бойыңда кішкене іштей өзің талантың өнерге тартатын любой колледжде, любой университетте бар, но дегенмен де дәл осы колледждегі сол таланты бар жандарды, осы дәрігерлікпен неше түрлі бізде мамандықтар көп қой, осы дәрігерлікке байланысты, солармен қаз-қатар алып жүретін мықты күлдіргі дәрігер шығарамыз деген ойдамыз. Медицина мамандары. Енді алдағы жоспарымыз біріншіден осы бағана айтып кеттім ғой, Авиценна КВН құрамасын эфирге алып шығу. Қазір солар дайындап жатырмыз. Солармен түбегейлі жұмыс жасап жатырмыз, және жақын арада осы айдың соңында, келесі айдың, яғни ақпан айының басында біздің Шымкент қаласында жастар ресурстық орталығында арнайы КТК, яғни КВН ұйымдастырылатын болады. Әрине Авиценна көпсалалы медицина колледжінің ұйымдастыруымен мен өзім жүргізетін болам. Авиценна колледжінен 2 команда қатысатын болады. Оның өзі енді дайындау қазір қиындау болып жатыр, сондықтан да және 2 команда шеттен келіп ойнайды. Яғни қонақ командалар. Оларды сол кезде афишадан айта жатармыз сіздерге, барлығын Инстаграмнан айтып отыратын боламыз. Инстаграмымызды қарап отырыңыздар. Постқа жіберіп отыратын боламыз. Мысалы, пәлен күн осындай болады, кастинг болса кастинг болады, киноға болса киноға кастинг болады деп барлық біздің студент жастарды шақыратын боламыз. Және бізде жаздық агитация кезінде келген студенттерді өзім қабылдайтын боламын. Өзіңіз жеке қабылдайтын боламын? Өзім жеке қабылдайтын боламын. Яғни мен алдыңызға келеді? Кәдімгі приемный комиссияда отырам. Яғни менімен кездесуге мүмкіндік алады. Өте жақсы ғой. Сөйтіп әрмен қарай КВН дейді жаңағы. Енді бірінші очередь сабақ бұл жерде. Ол әрине, қазір медицина сұхбатты күшті не алады екенсіз кәдімгідей. Және де деп қойып арасында. Сол барша біздің түлектер бар, 11 сынып оқушылары бар. Құдай қаласа осы колледжге, Авиценнаға түскім келеді деп армандап жүрген соларды мен өзім жеке қабылдайтын болам, бірге сабақ өтетін болам. Яғни бізде арнайы менің үйірмем болады, өзім сабақ өтетін болам. Яғни мотивациялық сабақтар, КВН өтуі мүмкін, түрлі анекдот айтуды үйретуі мүмкін, сабаққа қалай қатысу, сабаққа қалай дайындалу, солардың барлығын біздің жас студенттерге өтетін болам. Уже біздің алғашқы сабақтарымыз басталып кетті. Өте керемет. Және тағы бір айта кететін жағдай, биыл бізде директордың арнайы грант бөлініп жатыр. Бізге келіп отырыңыздар, және де осындай грант беріп отырса, сіздер қалай келмейсіздер? Соны айтамын да. Өте жақсы ғой. Және де Ұлан аға, осы КВН жолында сіздерге қандай образ ойнаған өзіңізге жақын? Енді көріп отырмыз, және өте керемет ойнайсыз да, образға жарқын кіріп кетесіз да. Леп па? Прям андай. Деп па, көзбен ба? Сол қандай образ ойнағансыз бен айтып көбінесе? Негізі образдан бұрын бірінші дайындық керек адамға. Ең маңызды сол дайындық қой. Бізде театр, мен өзім актер мамандығын бітіріп, Мұхтар Әуезов атындағы 10 класс мемлекеттік университетінде кино және театр актер мамандығын бітірдім. Бізде тапсырма былай болатын. Айтады, базарға барыңдар дейді. Болмаса көшеге шығыңдар дейді. Сол жерден бір образ табыңдар. Көшеде де, базарда да, автокөлік сататын жерде де, магазинде де образдар көп. Переш сататын апай, көше сыпырушы, нәски түрси сататын кісі, образ көп. Ұрысқақ сатушы, момын, белдік сататын жігіт, DVD диск сататын жігіттер болады. Соларға қарап образға қарайсың. Соны мұғалімге алып келесің. Егер ол шынайы шықса, саған шынайы баға қойып береді. Халық арасында. Маған қатты ойнағым келетін образдар кішкентай баланың рөлі. Және үлкен ересек, яғни ішімдікке құмар. Өзім негізі қатты ішімдікке құмар емес, бірақ мас образ. Негізі любой адамның бір ішкісі жездесі болады, бір көршісі болады, немесе жаңағы үнемі қарап жүрсең мас болып жүретін. Тойға барамыз біз, қазақ тойшыл қауым болғаннан кейін, тойда да биді жіберетін, сондай кісілердің образын жаңа кейде тойда ана жезден бірде қоя деп үйге мамамдарға, папашкаларға сап беремін. Тура сөйтеді ғой деп күліп жатады. Мен сол нәрсені халыққа көрсету, ойнап, өзімнің
егер ол қабылдай білсе халық, егер мен қабылдата алсам өзімнің ойнағаныма байланысты, ол маған ләззат бір жағынан рахат аламын. Халықтың өзі сізді көп. Иә, ол күлген адам, значит, оның да сондай танысы бар, оның да сондай несі бар деген сияқты. Өзін бір таныстан көріп отырады ғой. Иә, өзінің жаңағы сосын сол нәрсесін тыйса екен деймін да. Сол нәрсесін қайталамаса екен. Былайша айтқан кезде бұл сахнада әзіл ретінде жаман жерлерін көрсетесіздер. Иә, жаңағы сахнада халықтың өзінің бидайын өзіне қуырып бересің. Оны қуырып бергенде де жаңағы тұз салып, приправалар қосып, тұзды бүйтіп. Өте керемет. Және де қандай қиыншылықтары болады, мысалы дайындық уақытысында мүмкін сахнаға шыққан мен үшін қиындық нәрсе сол дайындықтың процесс. Біріншіден ол өте қиын, өйткені одан да әзіл ойланғанша, әзіл шығарайын, давай әзіл деп ойланғанша, одан да 1000 кірпіш құйып, шаршап, физически шаршап ұйықтап қалған жақсы дейді. Шаршап ұйықтап қаласың да, дым білмейсің да, тек ана 1000 кірпіш құйып, мына жеріңіз ауырады, аяқ шаршайсың да, сөйтіп ұйықтап қаласың. Ал әзіл ойланатын болсаң, мимен ойланасың. Оператор, монтажер болсаң да қиын. Компьютердің алдында миыңмен анан бүйтіп отырасың да, ол жұмыстан шығасың, біттім ғой деп. Бірақ келіп баратқан кезде де сол миыңда тұрады да анау. Ал ана кірпішті құйып жатқан кезде ол бітсең болды ғой, миыңнан шығып кетеді кетсең. Уже рахаттанасың. Ал анау түнде де ұйқы бермейді. Ана әзілдің орнын бітсем екен, халыққа ұнай ма екен, ұнамас па екен деп. Иә, жан-жағынан жаңағы тұтқиылдан қалай әзіл айтамын, қалай жіберемін. Может, соңғы репликаны, соңғы добивканы былай берсем қалай болады, былай берсем қалай болады деп әртүрлі оймен таңғы сағат 5-6-ға ұйықтай алмай қалған кезде жылап отырсың. Өзіңізді ауыр, өзіңізді. Сол қиыншылығы, сосын тағы бір қиыншылық, мен өзім тершең адаммын. Кейде мамама да ренжіп отырмын, мама мен бөпе кезімде көп майлап қойған сол жаурамасында майлап отырды. Көп майлап қойған сол майыңыз қатты неғып бір жағынан толықпын, сахнада ақ тер көк тер болып, мен дайындықта да терлеймін. Мысалы Астанаға барамыз, квартирада балдармен енді дайындық негізі шыны керек, мен көбінесе тағы бір нәрсені айта кетейін, дайындық кешкі 7-8-ден кейін, 9-дан кейін, күн батқаннан кейін басталады. Білмеймін, енді адамның жаңағы ойлау шабыты келетін уақыт сол түн. Түнде негізі шабыт көп келеді ғой негізі. Дайындықта да сол. Дайындықта да көріп 12-ден кейін уже кеш, ночью жаңағы клубный настроениеде тұрасың да, сонымен көп дайындықтар шығады. Ал күндіз азан мен 8-де дайындыққа барсаң дайындала алмайсың. Азан мен 8-ге дайындықты қоймаймын мен. Непонятно болып қалады. Иә, сабақ, может сабақ миға қонатын шығар азан 8-де. Ал дайындық, өнер процесі азанда болмайды. Өйткені көбісі айтып жатады ғой, ұйқы бас келеді әртістерді. Баяғыда жинаған екен, бүкіл дәрігер, милиция, сварщигі бар, таксисі бар, бүкіл мамандық иелерін, несібелерін таратып беремін деп. Сөйтіп бәріне таратып береді, әртіс ұйықтап қапты. Түнде тойда болады ғой енді. Түнгі тойда, кешкелер. Ең соңында кетті әртіс. Маған несібе жоқ па десе, болды ғой несібен бәрін таратып қойдық қой. Дәрігерге ана бітіп қалдық. Енді сен әртіс былай қыласың. Сол несібеңді сол халықтан теріп аласың. Сол халықтың тойларын бастап берерсің, болмаса концертке шақырарсың деген сияқты. Сол өз өнеріңмен жүргізесің, табасың деген. Иә, сол ғой сол жаңағы. Дайындық процесі кешке болады деген айтып отқан себебім сол ғой сол. Тойда болсын кешке болады, қазір бәрі күндізге ауысты ғой негізі. Және де мына бізге сұрақ келіп отыр. Каковы перспективы развития КВН в нашем будущем дейді. Так. Соған жауап бересіз бе деп отыр. Қазақшасын айтсам, мен тек қазақша сұраққа жауап беремін. Біздің КВН-нің болашақ перспективі қандай дейді? Енді өзбекшесін айтты. Барлық сұрақ. Бұлар перспектива, бұлар ма кәне КВН? Бізде перспектива деген жаңағы айтып жатыр ғой. Элита жағынан әзілдеріміз қалай болады, бізді қалай дайындайды. Шыны керек, бізге келген, кастингке келген, біздің топқа, еріктілер тобына келген студенттер
бизден бир эч кандай катты перспектива күтпөө керек, ол өзү бизге берүү керек, наоборот. Өз идеясы менен келүү керек. Ал меники жай гана соларды шыңдап тәрбиелеу сахнадан одан ары. Иә, сахнаға тәрбиелеу. Егерде кейбіреулер жай әшейін қызық келуі мүмкін. Мен просто ештеңе істемеймін. Ештеңем жоқ. Үйретесіз ба? Иә. Енді ондайларға да барынша тырысамыз. Былай көр, тапсырма беріп, анаяққа барып қуып жіберуі мүмкін. Бірдеңе бөлек тапсырма орындап кел. Кез келген адамға жаңағы тапсырманы берсең, ол түбегейлі ойланып істейтін болса, ол қолынан келеді кез келген адам. Сондықтан да білмеймін, енді барлық неге көмегіміз дайын келген біздің студенттерге. Сол. Және тағы да, Ұлан аға, сіз біздің авиценнада оқығансыз ба дейді? Авиценнада оқымаған. Мен мектепте оқығам. И сосын Мұхтар Әуезовте оқымуды бітірген. Ал авиценнада жай ғана КВН меңгерушісің. Яғни руководитель КВН. Тағы да бізді оқырмандарымыз сұрап отыр екен, жеке сабақтарыңызды қай уақытта өтесіздер? Және де қолдаулар өте көп болып жатыр, тек алға, рахмет. Айта кетсеңіз, жеке сабақтарыңыз қандай уақытта өтеді деп сұрап отырсыздар? Жеке сабақтарым кәдімгі сабақ уақытысында өтеді. Арнайы сағат бөлінеді маған. Арнайы сағат бөлінеді. Келесі оқу жылында басталады. Жоқ, осы оқу жылында уже басталады. Сабақ басталып кетті. Болып жатыр әлде де. Біздің көрермендеріміз жеке сабаққа студенттерді қалай қабылдайсыз ба дейді? Иә, жеке сабаққа қатысу үшін арнайы біз пост жариялайтын боламыз. Яғни ол үшін біздің авиценна аккаунтына тіркелулеріңіз қажет міндетті түрде, және біздің Айнұр атты ханыммен тығыз байланыста болуларыңыз керек. Енді Айнұр әпшені бәрі білетін шығар. Әрине. Және тағы да кастингтер бола ма дейді? Кастингтер кез келген уақытта болады. Біздің 208 авиценна колледжінің жаңа ғимаратында 208 кабинетінде, яғни медиа орталығында күнде кастинг. Келгендер біріншіден еріктілер тобына кіреді. Еріктілер тобынан сараланып, одан кейін менің тобыма кіреді. Еріктілер тобындағы барлық студент менің сабағыма қатыса алады. Ал КВН құрамасына қалай кірсек болады деп отыр? КВН құрамасына кіру енді ол ұзақ процесс. Ол үшін бізде алда айттым ғой, КВН болады деп. Осы ақпан айының басында. Егер үлгерсеңіздер, сол КВН-ге алдын ала редактура, яғни тексеріс, әзілдер тексерілмеген болады. Барша командаларды егер 2-3 баладан болсын, 7-8 баладан құралып, бір-екі әзілдер өзінің ойында жүрген идеяларын алып келсе, болды, әрмен қарай біз жаңағы сол командаларды қабылдайтын боламыз, өзім дайындайтын болам, алатын жерін алып, қосатын жерін қосатын болам. Және де осы тәмамдасақ, өзіңіздің біздің авиценна тілегіңіз айта кетсеңіз, жастарға, көрермендерге тілегіңіз айта кетсеңіз. Біздің авиценна көпсалалы медицина колледжінің барша менің біріншіден әріптестеріме келіп жеткен мынау жаңа жылымыз жақсы жаңалықтармен қуанта берсін дейміз. Біздің авиценна колледжінің барша студенттерін құттықтаймыз. Шаршамаңдар, тек қана алға. Бұл жердегі мақсат тек авиценнаның барлығы ойбай маған келіңдер, менде болыңдар деген мақсат емес. Әркім өзі біледі, мен олар келмесе де менің жұмысым жүреді, но дегенмен де сол бойындағы жаңағы таланты бар жандарды өсіріп шығару. Сондықтан да барша студенттерге алдағы оқуда алға тек озаттылық, тәуелділік емес, азаттылық тілеймін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Аман болыңыздар. Келесі прямой эфирде жолыққанша сіздермен бірге болған мен Мықтыбек Ұлан және Нұрдәулет. Мен Нұрдәулет. Әрине. Сау саламатты болыңыздар.